Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Түшору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде адам өлтірсеңіз немесе аң өлтірсеңіз оны қалай жою керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Өлтіру неге түске кіреді? Бұл түстің мағынасы оны көрген адамға қарай өзгереді. Түсіңізде ата-анаңыздың атылуын көрсеңіз, ұқсастықты іздеу, жақын арада сіздердің қарым-қатынастарыңыз жақсарады. Өз өліміңізді көру, өмірде маңызды шешімдерді өзіңіз қабылдайсыз. Өз өміріңіз үшін өзіңіз жауапты болатын кез келді. Аңды немесе құсты өлтіру пайдалы іс, табыс және жаңалық. Жолбарысты өлтірсе, мансабы бойынша жылдам жоғарылайсыз. Өгізді өлтірсе, үйіңізге дәулет келеді. Қойды бауыздаса, алаңдаушылықтан, қиыншылықтан шығасыз. Психологиялық түсініктеме бойынша өлтіру бір нәрседен құтылуды білдіреді. Көбінесе бұндай түс жақсылыққа жорылады. Ал түсте сізді өлтірсе ше, бұндай түс сіздің өмірде өзге адамдарға тым қатты сенетініңізді білдіреді. Торғайды өлтіру әдетте сізді сүйіктіңізге қатысты қиындықтарды меңзейді. Ол тудырған қиындықтарды сіз шешесіз. Түсіңізде ғашығыңыздың бауыздалғанын көрсеңіз, өмірде араларыңыздағы құмарлық жаңа күшпен лаулайды. Оны біреу атып тастаса, сексуалдық өмірде қиыншылықтарыңыз шешіледі. Түсіңізде өз өліміңізді көруі, сүйікті адамыңызбен бақытты өмір сүресіз. Науқас адам қайтса, алдағы уақытта зұлмат әділетсіздікке кезігесіз. Сізге нәтижесінде адамдар зардап шегетін оңтайлы ұсыныс түсетін болады. Өлім алдындағы адамды түсіңізде көрсеңіз, ұзақ уақыт бойы ескі таныстарыңыздың жоспары туралы хабарсыз боласыз. Өкінішке орай олардың жоспары іске асып, сіз қатты зардап шегетін боласыз. Дүниеден озған ағаңызбен сөйлесуіңіз сіздің көмегіңізге біреудің мұқтаж екендігін көрсетеді. Өлі адамдардың бірі түсіңізге бақытты болып келсе, қалған өміріңізге әсер ететіндей қателіктер жасап, өміріңізді қате жоспарларыңызды білдіреді. Оларды орнына келтіру үшін күш-қуатыңызды іске қосуыңыз қажет. Түсіңізде өлі туысыңыз сізден қандай да бір уәде беруді талап етсе, алда келе жатқан күйзеліске төтеп беру және ақылды кеңестерге мұқият болуыңыз туралы ескертеді. Түсінде жақын адамыңыздың өлімін көру, ескерту, басыңызға түскен сынақты қаймықпай қарсы алуыңыз керек, бәлкім біреуді жоғалтуыңыз мүмкін. Өлі досыңыздың даусын есту жаман белгі, бұл түс ескертудің қатарына жатады. Түсінде өлі әкесімен сөйлесу бастағалы жатқан істі және оған қатысты жайттардың жан-жақты ойластырудың қажеттілігін көрсетеді. Бұл түс сізге қарсы ым-жымы бар адамдардың құйтырқы әрекеті барын, өз ісіңіздің мұқият болып, абыройыңызды қорғау керектігін ескертеді.